Сәлем достар, қарбыздың маусымы таусылмай тұрған кезде осындай әдемі мөлдір сары түсті тосап дайындап үлгеруді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдауларыңызды сұраймын. Алдымен қарбыздың сыртын тазартып аламыз. Содан соң видеода көрсетілгендей қалыңдығы 2-3 см болатындай етіп жұқалап тураймыз. Егерде қарбыздың қабығы жұқа болатын болса, онда тосапқа жарамайды. Сол себепті қалың қабығын алғаныңыз дұрыс болады. Туралған қарбызды шұңғыл табаққа ауыстырып, үстіне 300 мл су құямыз. Қарбызды араластырып болған соң отқа бір қайнатып аламыз. Қарбыздың қою бөлігін сүзіп алып, сұйық бөлігінен 300 мл алып қаламыз. Ал қалған бөлігін төгіп тастасаңыз болады. Қарбыздың қалған суына қант қосып, сироп дайындайтын боламыз. Егерде сіздің қарбызыңыз 1 кг болатын болса, онда 1 кг қант қосатын боламыз. Қантымызды жақсылап араластырып, оттың орташа жылдамдығында қоюланғанша қайнатамыз. Сироп дайындалып жатқан кезде талғамымызға қарай 1 немесе жарты лимонның шырынын сығып аламыз. Бұл шырынды біз қазір тосапқа қосатын боламыз. Сироп осылай қайнаған кезде үстіне қарбыздың қаттысын саламыз. Массамызды жақсылап араластырып, оттың орташа жылдамдығында қайната береміз. Қарбыздың қатты бөлігі әбден мөлдірленуі тиіс. Массаны жарты сағат оттың орташа жылдамдығында қайнатып, содан соң бұқтырамыз. Тосаптың дайын болғанын қарбыздың қатты бөлігі әбден мөлдірленген кезде білеміз. Тосап дайын болуға 15-20 минут қалған кезде үстіне лимон шырынын және де талғамымызға қарай қалампырды қосуға болады. Қалампырды қосқан соң 2-3 минут ұстап, алып тастасаңыз да болады. Осымен біздің қарбыздан тосабымыз дайын. Тосап өте дәмді, әрі дастарханда ерекше болып көрінеді. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болайық.